Қалликөшілер районының орайынан 18-14 деген үлкен размердегі үй сатылып ататты. Бұның жайласқан локациясы да зор жерде жайласқан. Халықлар достығы көшесі 18-ші мектепке 2 минутта жетесіздер. 10-ші бақшаға 2 минут, ар жағында Байынсәуетке тезірек жетіп алсаңыз да болады. Ал бұл тараптан келетін болсаңыз, Гранд Кабаб көшенің мына жағында көшенің басында Гранд Кабаб кафесі бар. Көріп тұрғансыз, үйдің размері үлкен размерде, навес, алдында кірген жерде гараж, фундаменттері жақсы жағдайда, пластик айналар салынған. Так былай қарай ұзын. Көріп тұрғансыздар. Былай қарайда бөлмелері де кең, кірген жерде осындай гаражбен басланады. Бақасын прямо айтып өтейін, бақасын 320 миллион сом айтамыз, келісім бар. Осындай үлкен гараж кіргенде, ал енді оң тарап беттегі бөлмелерден бастап деп шығып кетіп маған көрсете береміз. Бұл тарапта отыратын бөлмесі бар. Көріп тұрғансыздар, отыратын бөлме қылып қойыпты. Ал бұл тараптан коридор арқылы артқа шығып кетсек болады. Ал бұл тарапында болса асханасы жайласқан. Асхананы көрінсін бір көрсетіп өтеміз. Ал арқа тарапында болса, арқа тарапын бір көрсетіп жөнесілерге. Арқа тарапында егістік майданы бар, тауық кетегі бар, қорасы бар, осындай бір склад қоймақанасы бар. Жоғарын тапшаң қылуға маслап, сөйтіп істеп кеткен екен. Бұл тарапта да сондай қоралары бар, басына пішен жинауға, анау-мынау қылуға болады. Егістік майдан көріп тұрсыздар. Үйдің арқа тарапын көрінсін, осындай ұзын. Үй 3 бөлмені бар, іштен көрсетемін. Арқа тарапында фундаментін көрсеңіз болады. Жақсы жағдайда, солаймен тұртты дейлі, үй шөпкерден салынған. Ал енді ішкі көріністермен бір қатар таныстырып өтсек сіздерді қайттан кіріп өтеміз. Жаңа айтқанда 3 бөлмені ібарат үй. Бұл тарапта және бір бөлмесі бар. Бұл тарапта ремонтланбаған, склад қоймаған қылып қойыпты. Ал осы бөлме арқалы былай қарай үйдің бір қапталын елеп тұрған полный зал бар. Бұл жағында істенбет дейді, 9-ға 5 деген. Бұл жақта да істеп алсаңыз болады. Ал енді үйдің бұл тарапында болса 4 бөлме жайласқан. 2 спальный hamda 2 зал бар бұл тарапта да. Бір шеттен басылай береміз. Бұл тарапта үлкендер үшін спальный, ямса детский алып қойсаңыз да болады. Көріп тұрғансыздай. Ал бұл тарапта болса зал бөлімі жайласқан. Шөпкер жайларын білесе, бұрынғы адамдар үлкен кең қылып салған. Осындай еніне де көріп тұрғансыздай. Осындай 2 зал бар. Бұл тарапта да сондай бір зал бар. Көріп тұрғансыздай. Кең бөлмелері үлкен. Осындай үйде жасаймын дегелі болса, жоғарыдағы нөмірлерге байланысты сөйлесе бересіздер. Бұл тарапта болса, және бір спальный бөлмесі жайласқан. Жоғарыдағы нөмірлерге байланысты сөйлесе бересіздер, бағасын 320 миллион айтамыз. Ал енді ішінен үй іздеп жүргенде болса, осы видеоны жіберіп қоясыздар. YouTube каналымызға ағза болып қоюды ұмытпаңыз.